Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, менің асханама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге дәмі тіл үйіретін дәмді түріктің долмасын қалай пісіру керек екенін көрсететін боламын. Ендеше менің каналыма тіркеліп, лайк басып, сілтемені достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Соңына дейін жақсылап көріңіздер. Ендеше кеттік. Бізге алдымен фарш керек болады. Капуста, укроп, күріш, помидор, чеснок, томат, тұз, бұрыш. Осылардың барлығын фаршымыз дайын бізде. Капустамызды алдымен бірінші жақсылап тұрып, сыртын жуып, жан-жағынан осылай кесіп, осылай үстін алып аламыз. Бұл жері бізге керек емес. Капустамызды біз ыссы суға салып қайнатып алуымыз керек. 15 минут. Менің суым қайнап тұр кастрөлде. Осы қайнаған суға капустаны салдым. Енді бұл 15 минут қайнайды. Аузын жауып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындай береміз. Күріш менде жуылған. Алдын ала жуып алдым мен. Күрішімізді бірінші салып, үстіне фаршымызды саламыз. Екеуін жақсылап тұрып араластырамыз. Тұз салдым. Шай қасықпен 2 қасық салсаңыздар болады. Барлығын араластырамыз. Араластырып болдым. Енді осының үстіне помидор саламыз. Ашылған болу міндетті емес. Түрік долмасына үйлеріңізде не бар, соны салсаңыздар болады. Менде осы помидор, чеснок. Бірақ тамақтың ішіне көп жуа, чеснок қосылғанды балдарым ұнатпайды. Сол себептен көбінде салмаймын. Бірақ өздеріңіз жуа, морковь, қызыл перец, ащы перец, тәтті перец, помидор, чеснок, қара бұрыш бәрін сала берсеңіздер болады.
түрік долмасында жалпы негіз бәрі салынады. Укроп, жақсылап майдалап турап, помидорымызды, тұзымызды, фаршымызды, күрішімізді, укробымызды барлығын араластырамыз. Мен бір-бірден салып отырдым, себебі бойындағы суы шықсын деп, фарш пен күріш дәмі бойына сіңсін деп. Болдым барлығын. Капустамыз 15 минут қайнап болды. Жібіді капустамыз. Енді жайлап, жыртпай, тартпай, жайлап түсіреміз капустамызды. Себебі бізде капуста өте жұмсақ. Көп салмаймыз, себебі күріш піскенде ісінеді. Сол себепті кішкентай қылып тек майдалап саламыз. Осылай орап отырамыз. Екі жағын бүгіп ораймыз. Қайнағанда жан-жағына шығып кетпес үшін. Көріп отырсыздар, мен даже ораған уақытта да жан-жағында капусталар жайлап түсіп жатыр. Сол себептен қатты тартпаймыз капустаны. Дайын болды менде. Енді осының барлығын өзіміздің пісіретін табақшамызға саламыз. Менде осындай ол шықты. Салып қойдым. Енді үстіне құятын томатный суын. Менде мынау жылы су ыдысымда тұрған. Осы судың үстіне 2 қасық, үлкен қасықпен, асқана қасығымен томат саламыз. Осыны былғаймыз езіп жылы суға. Жақсылап езіп аламыз. Үстіне чесноктарымыз шашып. Әрбір жерден тастаған дұрыс, себебі біз бұны былғамаймыз, аузын ашпаймыз. 40 минутқа тек қойып қоямыз, болды. Аузын жауып. Суын құйып, 40 минутқа қойғаннан кейін сразу бір сөндіреміз. Мінекей мен құйып болдым. Енді осыны 40 минутқа газге қоямыз. 40 минуттан кейін асымыз дайын болады. Мінекей менің түрік долмам пісті. Өте дәмді болып шықты. Және тәтті. Жасап көріңіздер. Менің каналымды қарап, ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Рахмет.